сіздерге Алихан Про. Енді мен бүгін Майнкрафттағы динамиттің топ 6 құпияларын көрсетемін. Көп видео түсірмегеніме кешіріңіздер, өткені мен білесіздер мен қандай еріншек екенімді, мойындайын еріншек екенімді. Ал кеттік онда. Осындай бірінші құпиямыз. Бірінші құпияда осындай динамит және құм және осындай зажигалка. Біз соларды аламыз. Ал кейін судың астында қалай динамит жару керек екенін сіздерге көрсетемін. Бұлай істейсіз, осылай кәдімгідей жарсаңыз ештеңе болмайды, қараңыз. Ол жарылмайды. Сондықтан біз оны жарғаннан соң үстіне құм қоямыз. Міне, енді ол жарылды. Міне. Осындай бір керемет құпиясы. Құпияда біз динамит және огненный шарды аламыз. Сіздер білдіңіздер ме? Динамитті огненный шармен де жарса болады, қараңыздар. Ол кәдімгідей жарылады. Міне, қазір мен зажигалкамен жарып көрейін. Қараңыздар. Міне, осындай. Бірақ огненный шар мықтырақ жаратын сияқты маған қарағанда. Қараңыздар, үлкенірек жарған сияқты көрінеді, бірақ білмеймін. Жарайды. Салып қойып орнына қайттан. Болды. Енді келесі құпияға көшейік. Міне біздің үшінші құпиямыз. Сіздер білдіңіздер ме? Осылай істеу керек. Бізге команда блок, мынандай любой бірдеңке, зажигалка мысалы, сосын динамит. Ал мына блокты біз мынандай командамен ала аламыз. Міне, осылай чатқа жазамыз, қараңыздар. Чатқа осы команданы жазсақ, сол блокты ала аламыз. Міне, қазір give былай собачка p и команд блок. Солай жазамыз. Кейін бізде ол инвентарда пайда болады. Міне. Міне, инвентарда пайда болды. Енді біз осылай қойып, ішіне осындай бір команда жазуымыз керек біз. Kill собачка e, сосын мынандай бір түрлі символ, сосын type, ting tnt, сосын тағы да сондай бір түрлі 4 бұршақша, и үстіне кнопка или рычаг бірдеңке қоясыз. Кейін сіз мына жерге динамит қойып, ол динамитті жарылмайтын қыла аласыз, қараңыздар. Мысалы, мына жерге бір динамитті қоямыз, и мынаған бассақ, ол жоқ болып кетеді, жарылайын деп тұрған динамит. Міне, қазір тағы да біз сіздерге көрсетейін. Міне. Көрдіңіздер ме? Сол үшін осы команданы қолданыңыз. Міне. Ал енді біз келесі құпияға көшейік. Біз осылай істей аламыз. Міне, қараңыздар. Мысалы, осындай бір динамитті қалай жаратындарыңызды білмейсіз, бірақ оны зажигалкамен жарса болады екен. Қараңыздар. Ол кәдімгідей жарылады, еще ол кәдімгі динамиттен мықтырақ. Кейін біз тұратыр көрейік. Біз анандай огненный шармен оны жара аламыз ба? Қазір. Бұндай вагонетка, осындай динамит на вагонетканы аламыз. Осындай вагонетканы, рельсті қоямыз, и мынандай динамит, сосын жарса болады екен огненный шармен де. Қараңыздар. Міне. Ал сіздер білдіңіздер ме, бұлай да жарса болады. Осындай рельстің үстіне қойып, қараңыздар. Жарылмайды екен олай. Онда болды. Міне осындай бір керемет құпия, бірақ тағы да мен сіздерге бірдеңке көрсетіп ұмытып кеттім. Оны лаваға тастап жарса да болады. Бірақ лаваның ішінде жарылса ештеңке болмайды, өкінішке орай. Қараңыздар. Лава, жо. Бұлай, Енді осын итеріп жібереміз. Лаваның ішіне түседі и жарылады. Тұра тұрыңыздар. Неге түспейді?
қосу керек қой мынау. Міне қараңыздар, ол газ жарылады. Бірақ лаваның ішіне жарылғаннан соң ештеңе болмайды. Просто сізге кішкене урон алады. Онда міне осындай бір керемет құпиялары динамиттің. Онда біз келесі құпияға көшейік. Бірақ ол құпия деп айтуға келмейді, өйткені ол баққа ұқсайды. Міне осындай бір костерді аламыз, костер осылай от. Бірақ сіз осылай костердің үстіне динамитті қойсаңыз, оған ештеңке де болмайды. Ештеңке де болмайды. Мысалы мен былай үстіне тұрайын, көрдіңіздер ме? Былай істесе де, жанына қойса да, костер ештеңке істемейді динамитқа. Менің ойымша бұл құпия емес, баг сияқты Майнкрафттың осындай бір түрлі. Немесе Майнкрафттың просто логикасы жоқ осындайға. Сол үшін ондай жарылмайды костердің үстіне тұрса. Онда біз келесі құпияға көшейік. Құпиясы. Ең қызық құпия. Сіздер білесіздер ме, осындай динамитті қалай жасауға болады? Бұл мод емес, бұл осындай кәдімгідей Майнкрафт. Бірақ сіздерге ең бірінші карта создавать еткенде сізге бірдеңке қосу керек сізге. Қараңыздар. Бұлай астыға түссек, осылай Education Edition деген бір бәле жазылып тұрады. Көріп тұрсыздар ма? Включить читіден астында солай жазылып тұр. Соны қосу керек. Мен соны қостым. Содан кейін сізде осындай бір түрлі блоктар пайда болу керек. Бұл осындай химия бірдеңелер әйтеуір. Міне осындай бір тағы да верстаққа ұқсайтын бір түрлі блоктар. Кейін осындай затты қосқанда бізге енді верстақ керек. Біз верстақты аламыз. Кейін бұлай және бұлай. Осылай. Натрий және динамит. Натрий динамиттің үстіне қоямыз. Сонда бізде бір түрлі подводный динамиттен шығады. Біз бұны тексеріп көру үшін осы жерге барамыз. Қараңыздар. Бұл кәдімгідей судың астына жарылады. Қараңыздар. Мен қазір кәдімгі динамитпен сіздерге салыстырып көрсетем. Міне. Бұл мод емес, достар. Бұл кәдімгі осындай бір режим Майнкрафттың. Химия режимі. Ал мынау кәдімгі динамит. Оны жарса ештеңке де болмайды, қараңыздар. Ештеңке де болмайды. Көрдіңіздер ме? Ал бірақ кәдімгі динамитті мына әдіспен жарса болады. Қараңыздар. Біз любой блокты аламыз, осылай жанына қойық. Кейін динамит және мына жерлеріне құм. Бұлай жарамыз, үстіне құмды тастаймыз. Ол подводный динамит сияқты жарылатын болады. Бірақ мынау динамит әдемірек көрінеді, өйткені ол көк түсті. Ерекше, Қараңыздар. Қазір судың астында күшті жаратын боламыз. Міне. Кәдімгідей ол динамит. Және оның бір плюсы тағды. Ол кәдімгі су емес, құрғақ жерде де жарыла береді. Тұра тұрыңыз. Міне көрдіңіздер. Кәдімгі жерде де жарыла береді. Болды. Енді осындай бір керемет Майнкрафттың құпиялары болды. Майнкрафттың динамиттарына. Осылай өртейік осы орманды. Ал жарайды. Осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға подписаться етіңіздер. Комментарийге бір идея қалдырыңызсаңыз болады. Сол кезде видео тезірек шығады. Онда келесі видеода көріскенше, достар. Сау болыңыздар.